Өзі сүю қыздардың соры ғана. Бірінші бөлім. Мен сонау мектеп қабырғасында жүріп-ақ Ерсінге ғашық едім. Жалғыз мен емес, мектептің 80% қыздары ғашық еді. Жүріс-тұрысы, киген киімі дауыс тембірі. Әр іс-шарада жүргізуші болатын. Тап-тұйнақтай болып шалбарының балағын қайта-қайта қағып, аяқ киімін сүртіп, шашы соңғы үлгіде жүретін, қасы көзі қиылған жігіт еді. Сабақты да өте жақсы оқитын. Сыныптас едік. Осылайша бала күннен бойжеткенше сол жігітке өлердей ғашық болдым. Найзадай кірпіктермен бір қарағанда өңменімнен тесіп өтіп, жүрегіме бір-ақ жететін. Ол мектеп бітіргенше ешбір қызға сезімін білдірмеді, бірақ оған хат жазушылар көп еді. Ол заманда хат еді ғой. Мен сезімімді білдірмедім, жасырын ұстадым. Оның үстіне әкелеріміз бір жұмыста жасайтын болғасын, отбасымызбен араласушы едік. Ол мені кішкентай кезімізден қарындас секілді қорғап жүретін. Бірақ менің ішімдегі сезімім өршімесе, өшпеді. Осылай, өз сезіміме өзім тұншығып, армандап жүргенде, мектеп бітіретін күнде таяды. Ғашықтықтан, махаббаттан басым айналып, сабаққа да, тестке де дайындалуды қойдым. Кітапты ашсам, Ерсіннің күлкісімен көзі көз алдыма елестеп, өз қиялыма өзім ерік беріп жата қаламын. 25 мамырда одан сұлу жігіт жоқ болды. Аппақ костюм шалбары мен қара көйлегі керемет жарасып тұр. Желді күн еді. Шашы желмен ары-бері қозғалып, мектептің ауласында өткен соңғы қоңырауда тағы жүргізуші болды. Бірер айға жетпей тест тапсырдық. Ешбір дайындықсыз кіргенмен бірден құладым. Жастарша айтқанда, проходной балға да жетпеді. Ал Ерсін ең жоғары бал алды. Ақша бере салатында ата-анамның жағдайы нашарлау еді. Менен үлкен ағамды үйлендіріп, әпкемді ұзатып, біраз несие алған. Менен кіші бауырларым бар. Содан анам үнемі, өзің түспесең біз сені оқытатын шамамыз жоқ қызым, қалайда түсу керексің, жақсылап дайындал деп, тіпті үй шаруасында жасатпайтын. Ал менің қиялым Ерсін. Осылай арманыммен қиялдап жүргенде дайындықсыз тесттен құлап, оқуға түсе алмайтын болдым. Көп ұзамай мектеп бітіруімізге, тестті ойдағыдай тапсыруымызға орай кеш ұйымдастырамыз деп, жігіттер жағы ұйымдаса бастады. Уақыты белгіленген күні менің туған ағам қызды болып, ата-анам Алматыға кететін болды. Ауылда ол кезде кафе тойхана жоқ еді. Сонымен біздің үйге жасайтын болдық. Әлбетте, мұғалімдер де болды. Көп отырмай бата тілектерін айтып, ұстаздарымыз тарқасты. Үлкен адамның қарауынсыз болғанына ма, әлде қуаныштан, бостандық деген осы деді ма, екі сыныптас жігіт бір қорап ішімдік алып келді. Ойбай, оны кім ішеді деп басында шошынып тұрғанымызбен, көп ұзамай жігіттер жағы бастарынан асырып тұрып, қағып жатты. Оның ішінде Ерсін де бар.